Арма қазағым, Вергилий туралы видео жазып отырып, неге осы 35 жылдың ішінде Қазақстанда түркі филология факультеті ашылмады деген сұрақ алдыма келді. Мысалы, мен мақтап Вергилийді, Рим ақынын мақтап отырмын. Бірақ мен қазақтарға айта алмаймын. Ана Орал Батырды оқыңыздар, башқұрттың эпосы керемет деп. Алпамыс Батыр туралы біз бірде-бір кітап таппаймыз қазақ тілде. Ана өзбектің, оның алдында болған түрлі түркі халықтардың жазған шығармаларының барлығын біз қазақ тілде оқи алмаймыз. Себебі кітап жоқ. Алишер Наваидің атынан көше берілгенмен, Алишер Наваидің шығармалары қазақ тілде жоқ, аударылмаған. Сонымен қоса мына қырғыздың Манас деген эпосы, ол да өкінішке орай қазақ тілде жоқ. Жарайды, енді мемлекеттің оған басы жетпесе, неге мына бизнесменде түрлі колледждерді ашып тастағандар неге сол түркі филология факультетін ашпады? Сонда орыс филологиясы бар, неміс филологиясы бар, Қазақстанда білесіздер ме? Ағылшын филологиясы Ұлыбританияда. Қаншама елдерде өздерінің филологиясына қатысты нелерді ашқан. Ал қазақ болса, алашпын, алтын орданың ұрпағымын деп отырып, түркі халықтың түбірімін, түркі халықтың бесігімін деп отырып, мына бір дүкенге ізденіп барайын, кітап сататын. Мен Манасты да таппаймын, Алпамысты да таппаймын, Орал Батырды да, Қарақалпақтың 40 қыз эпосын да таппаймын. Қалай бұл сонда? Сол сұрақ мені мазалайды. Осымен бірдеңе жасау керек шығар деп ойлаймын. Мүмкін жаңағы Әл-Фараби университетке жазу керек па, түркі филологияны ашыңыздар деп. Мүмкін Назарбаев университетке жазу керек па, түркі филологиясын ашыңдар деп. Кімге жалынатынымды білмей отырмын. Аман бол.